Алла субханала тағала алыстан жақыннан келген баршаларымыздың қадамдарымызды сауаптан жазып, білімге деген ниеттерімізді Алла тағала қабыл алсын. Алла субханала тағала отырысымызды берекелді, қайырлы мәжіліс отырысынан болды нәсіп етсін. Баршамыз пайдалы білім алып, алған білімімізге амал етуімізді иншалла баршамызға нәсіп етсін Алла субханала тағала. Біздер өткенде Пайғамбар алейхиссаламның қасиетті Шахр Рабил Ауал айы қасиетті айына байланысты Шамаил Мұхаммадия кітапты қойған болатынбыз. Бірақ ол дәрісіміз енді Алла қаласа келесі сол бір күнде жалғасын таба береді. Біздер оның алдындағы дәрісімізді қайтадан жалғастырайық. Үлкен имам Хаджар ибн Асқалани рахмахуллахтың Әл-Мунаббихат деген кітабы бойынша біздер дәріс өткен болатынбыз. Бұл кітаптың ерекшелігін әуелде айтқан болатынбыз. Бірден бастап 10-ға дейін мәселе қаралады. Сол 10-шы мәселеде өткен дәрісте тоқтаған болатынбыз. Бүгін сол 10 мәселені жалғастырамыз иншалла. Қала бадл хакама, кейбір ғұламалар былай деп жеткізеді дейді. Ашры хисалин юбғидухуллаху субхана ва та'ала бин ашры анфусин. Алла субхана ва та'ала мына 10 мәселені 10 түрлі адамдардан алыстатып қояды. 10 түрлі мәселені Алла субхана ва та'ала кейбір адамдардан алып қояды дейді. Не нәрсе? Ал-бухлу минал агния. Біріншісі, Алла субхана ва та'ала сон бай, әлеуметтік жағдайы жоғары, ауқатты азаматтардан Алла субхана ва та'ала сараңдық дегенді алып қояды. Сараңдық. Бәріне топырақ шашуға болмайды, құрметті бауырлар. Жалпы әлемде көпшілік байлар қайырымды келеді. Сараң келмейді. Көп байлар көпшілік жағы қамқоршы келеді. Ағайын туысына көмектеседі, елге көмектеседі, халқына көмектеседі, көршісіне көмектеседі. Алла субхана ва та'ала олардың көкірегінен осындай сараңдық деген алып қойған дейді. Кей адамдар сол нәпсіге беріліп, сәл бір сараңдық жолды ұстанғаны болмаса, жалпы бай адамдар Алла субхана ва та'ала оларға жомарттық деген қасиет беріп қойған дейді. Енді өткен дәрісімізде айтқан болатынымыз, екі түрлі бай бар. Бір байлар бар, шынымен Құдайдың бергені оған. Шынымен олар сондай бай. Олардың тағдырлары солай жазылған. Екінші бай сымақтар бар, бай емес олар. Бірақ байлардың кебін кигісі келеді. Солар секілді жүргілері келеді, солар секілді өмірді осылай өткізгісі келеді. Мына жердегі айтып жатқан байлар бұл кәдімгідей Алланың берген тағдырларынан сондай жазылған нығметі көп адамдар. Олардың бойларынан Алла тағала нені алып қойған дейді? Сараңдық деген нәрсені. Екіншісі ол кейбір минал фуқара, екіншісі пақыр, міскін адамдардан тәкаппарлық дегенді алып тастаған. Көбінесе жалпы көпшілік жағын алатын болса, кедей адамдар тәкаппар келмейді. Ешқандай жағдай жоқ адамның көшеде тәкаппарлы болып, біреумен ерегісіп, төбелесіп, жағасып тұрған көрмейсіз. Сөздерімен де, ісімен де бірден байқалады, ол адам қарапайым, өзін төмен ұстап атқан байқалып қалады. Өйткені Алла субхана ва та'ала олардың көкірегінен осындай тәкаппарлық деген жаман сипатты алып қойған дейді. Олардың бойында ондай жоқ. Болатын болса, онда Құдайдың ұрғаны. Өткен басқа риуаятта келеді, ең жаман сипаттардың бірі болып келетін ішінде тәкаппар, кедей жаман болып келеді. Сол жаман баптың ішінде. Мына жерде айтып жатқан мәселе жалпы көпшілік жағын алған кезде. Көпшілік жағын алған кезде қарапайым, әлеуметтік жағдайы төмендеу отбасылар жалпы қарапайым келеді. Тәкаппар деген оларда болмайды дейді. Одан кейінгі мәселе, мұна білім иелері, ғұламалардан біреуден дәмету, сұрау деген нәрсе Алла тағала алып қойған. Ешқандай ғұламалар біреуге тіленші болып жүрмейді, Құдай сақтасын. Ашып отырса да, бірақ ешкімге қолын жайып нан сұрамайды. Алла субхана ва та'ала олардың көкірегіне сондай бір тойымдық беріп қойған. Алхамдулилля дейді. Білімге тойып жатыр, тақуалыққа тойып жатыр, өмірдің қысқа екенін түсінеді. Пайғамбар алейхиссалам өзі сондай болған. Бәріміздің үлкен ұстазымыз ол Пайғамбар алейхиссалам. Демек, ешқандай ғұламалар жоқ екен, тіленші болып, садақа сұрап біреуден, үміт етіп, дәметіп біреуден. Осындай болса екен, мынау сөйте салса екен деген нәрсе болмайды ғұламаларда. Білім иелерінде. Егер ол білімді адам болса, ал білімсіз болса, онда ол дәметеді. Мына кісіден бір нәрсе дәметіп тұрады, мына кісіден екінші нәрсені дәметіп тұрады. Та біреуден бір нәрсені сұрақысы келіп тұрады. Ол адам демек білімді емес.
Шынымен ол білімді адам болса, ондаға бармайды. Одан кейінгі мәселе уақиллатул хая минан ниса. Жалпы көбінесе ұялу деген әйел адамдарда ол аз келеді. Әйел адамдарда. Сол үшін әйел адамдар тәрбиелеңдіреді пайғамбар алейхиссалам, олар тастап қоймаңдар, олардың білімін көтеріңдер, тақуалықтарын шыңдаңдар. Ұялу бауырлар иманнан, сол иманды қыз балаларға үйрететін болса, әйел балалар, қыз балалар ұялатын болса, ол болашақ өте жарқын болады. Өйткені қазақта бір жақсы сөз бар, қанатты, ер азамат бұзылса, отбасы бұзылады. Әйел адам бұзылса, бір ұлт бұзылып кетеді деген. Бір ұлт жоқ болып кетеді. Әйел адам бұзылып кететін болса, Құдай сақтасын. Сол үшін әйел адамдардан жалпы ер адамға қарағанда ұят деген мәселе оларда төмендеу екен. Ғұламалар айтып жатыр. Ең төмен екен ғой деп тастап қоюға болмайды. Әйел адамдардың сол ұят мәселесін, тақуалық мәселесін пайғамбар алейхиссалам айтқандай шыңдау керек. Көтеру керек. Оларға да түсіндіру керек. Сол кезде иншалла әйелдерде де ұят болатын болады. Одан кейінгі мәселе уахуббуд дуния минаш шуюх. Мынау кексейген ақсақалдар дейміз ба, апалар дейміз ба, жасы барған кісілер, олардан дүниені жақсы көру деген нәрсе алынып қояды. Кексейген апаға дүние керек емес. Ақсақалға дүние керек емес. Дүние кімге керек? Орта буынға керек, жас адамдарға керек, кішкене жағдай жасап алуға, мына өмірде қиналмау үшін. Үлкен адамдар олар өмірін көрді, қиыншылықты көрді, жақсылығын көрді. Ол кісілердің мына өмірінен қабірі жақын келе жатыр. Соны сезініп, оларда дүниеге деген махаббат алынып қояды дейді. Орта буынмен салыстырғанда қарт адамдардың бойында дүниеге деген қызығушылық төмен болады дейді. Одан кейінгі мәселе уал касар минаш шабаб. Одан кейін нешіншісі бұл? Алтыншыға келдік па? Алтыншысы мынау жас буында, жас адамдарда ауру деген нәрсе алынып қояды. Көбінесе жас орта буындағы осы жас буындар ауырмайды екен. Жас балалар ауырады, үлкен кісілер ауырады, бірақ ортаға буындағыларда ауырады, бірақ жалпы алған кезде олар көп ауырмайды дейді. Ауру дегенде Алла субханала ва тағала олардан алып қойған дейді. Сол бір сәтте, сол бір мезетте. Демек ауырмады екен ғой деп жүре берместен бауырлар, көбірек еңбек етуіміз керек. Жатпай тұрмай еңбек ету керек. Біздің дініміз еңбек етуге бұйырады. Білім іздену керек. Білім арқылы тақуалығыңыз күшейеді. Білім арқылы харам мен халалды біле бастайсыз. Отбасыны қалай ары қарай алып кету керек, оны түсіне бастайсыз. Әйеліңнің хаққысын біле бастайсың. Балалардың тәрбиесіне көңіл бөле бастайсыз. Сол себепті Алла субханала ва тағала мынау жас буыннан ауру деген осындай қиыншылықты Алла алып қояды дейді. Жалпы алғанда ауыратын шығар, бірен саран, бірақ анау айтқандай төсек тартып, жастардың ауырып жатуы ондай болмайды дейді классикасын. Алла тағала біреуге жатқызып қоймаса, жалпы алғанда жастар ауырмайды дейді. Сол бір сәтте демек көбірек әрекет жасауға бұл да Алла субханала ва тағала берген үлкен бір жеңілдігі. Уал жауру минас султан. Және мынау басшылардан, патшалардан зұлымдық деген нәрсені алып қойылады. Патшалардан жалпы халқына, басқа көршілерге зұлымдық қылу деген оларда әлсіз болады, болмайды дейді. Көбінесе жалпы алғанда патшалар сол елін көркейтсе екен, халықтың әлеуметтік жағдайын көтерсе екен, біздің еліміз озат болса екен деп әрбір патша осыны ойлайды екен. Құрметті бауырлар, оны жақсы түсінуіміз керек. Өйткені сол патшалардың өзін Алла субханала ва тағала сайлайды. Құранда аят бар. Талдағы жапырақтың өзі Алланың қалауынсыз жерге түспейді. Сол бір мемлекеттің басшысы болсын, немесе бір кішігірім бір кәсіптің басшысы болсын, мына бастық өзі сайламаған бұл. Бұны біз қарсымыз десеңіз, Алла тағала осыны қалады ғой десең, жоғын сенбеймін десең, сен діннен шығып кетесің. Өйткені басшылардың өзін сол лауазымға тағайындайтын кім? Алла субханала ва тағала. Біреудің дәрежесін көтеріп, біреуді төмендететін кім? Алла субханала ва тағала. Абу Ханифа рахмахуллах жас жігіт кезінде ғалым атағын алды. Сол кезде Абу Ханифа рахмахуллахты шақырып, сол кезеңдегі басшы сұрақ қояды. Сені ғалым деп естіп жатырмыз, білімді азамат деп естіп жатырмыз.
деп сұрақтар қояды. Абу Ханифа рахмахуллах жауап бере бастайды. Сол кезде жаңағы басшының айтқан сұрағы дәл қазір Алла Тағала не істеп тұр дейді. Қазір дәл осы сәтте Алла не істеп жатыр деген сұрақ қояды. Сол кезде Абу Ханифа рахмахуллах бүйтіп ана кісінің сұрағының өте төмен екенін қарап, отырған тақтан түсіңізші дейді. Басшы отыр ғой тақта, түсіңізші дейді. Тақтан түседі. Абу Ханифа рахмахуллах келеді, таққа өзі отырады. Дәл осы кезде Алла Тағала осыны істеді деді. Сіздің түсіріп тастады да мені көтеріп қойды деді. Демек бауырлар, Алла субханала тағала әрбір сәтімізді, әрбір іс-әрекетімізді баршасын Алла жасап жатыр. Өйткені пайғамбарымыздың хадисі бар, сендерді де сендердің жасап жатқандарыңды Алла жаратты дейді. Бүткіл Алла субханала тағаланың қалауымен болып тұрған мәселе. Сол сұлтандар, сол басшыларды бауырлар, оларды тек қана қолдауымыз керек екен, олар жайында тек қана жақсы пікірде болу керек, жақсы сөз айт. Өйткені не деп жатыр? Сұлтан басшылардан зұлымдық деген нәрсені алып қояды Алла Тағала. Оның ойында жатса тұрса бір жақсылық істесем екен, жатсам тұрсам сол көркейтсем екен деп жатқан амалдарын сіздер мияқта отырып алып, не ғайбаттап, ондай пікір салуға болмайды. Өйткені жанында жүрген жоқсың ғой, оны не ойлап жатқанда біліп тұрған жоқсың. Міне ғұламалар осындай ескертпелі айтады дейді. Одан кейінгі мәселе ол жубну минал ғуза. Мына әскердегі сарбаздың бойынан қорқыныш, қорқақ деген сипат алып тастайды екен. Кез келген сарбаз, әскер майданында болсын, жалпы отанды қорғау майданында болсын, сол сарбаз болмай тұрған кезде мүмкін қорқақ шығар. Қараңғыдан қорқатын шығар, көлеңкесінен қорқатын шығар. Бірақ сарбаз болған сәттен бастап оның бойынан Алла субханала тағала нені алып қояды дейді? Қорқыныш деген. Ол кәдімгі батыр сезінеді. Оның бойына батырлық, батылдықты Алла береді екен. Одан кейінгі мәселе уал-уджу минал зухад, тақуа кісілердің бойынан ғажаптану деген нәрсені алып қояды Алла Тағала. Тақуа кісілер ешқашан өзінен ғажаптанбайды. Мүмкін ел оны мақтап жатқан шығар. Ой, мына тақуа жігіт екен, ақылды кісі екен, білімді адам екен, ондай екен деп көп сөздер айтуы мүмкін. Бірақ бұл адам тақуа кісі ешқашан ол адамдардың айтқанымен келіспейді. Тек қана өзін төмен санайды. Алла мені кешір, мен ондай емеспін. Алла мені кешір, халқым мені дұрыс түсінбей жатыр. Мен ондай адам емеспін, мен ондай лайық емеспін. Мен сенің күнәһар бір пендеңмін деп өзіне тек қана сын көзбен қарап, өзінің нәпсісін төмен санайтын адам тақуа деп айтады екен. Мен сондаймын ғой, дейтін болса, Құдай сақтасын, ол адам тақуа емес. Ешқандай білімді адам ғалым деп айтпайды. Ешқандай Құран жаттаған қари, мен қаримын деп таныстырмайды өзін ешқашан. Онда естіген емеспін. Халық өзі таныстыра бастайды. Құран жаттаған қари, ғалым деп айтып жатады, бірақ сол адамнан сіз ғалымсыз деп сұраңыз да, жоқ ғалым емеспін дейді. Құран жаттаған қарисың ба десең, үндемей жауап бере алмай тұрады. Халықтың мақтауы адамдардың айтып жатқаны Алланың берген дәрежесі. Алла Тағала кімнің дәрежесін көтеріп қойса, ол айтыла береді. Енді тақуа жігіттер, бауырлар, демек өзіне ғажаптанбайды, өзінің істеген жетістігіне ғажаптанбайды. Өйткені сіздің жетіп жатқан жетістігіңіз, атқарып жатқан іс-әрекеттің баршасы кімнің арқасында? Алланың қолдауында. Алла субханала тағала сізге сондай мүмкіншілікті жаратып берген сол істің сәтті аяқталуынан сәттілік жаратып берген Алла Тағала. Пайғамбар алейхиссаламнан бір сахаба сұрайды: "Я Расулаллах, мен қандай бір жақсылық істесем, қандай құлшылық жасасам, бәрін Алла істеп тұр, мен сонда не істедім?" дейді. Тіпті намаз оқысам да, намазды маған рукук жасауыма, сәжде жасауыма, іс-қимыл жасауыма, денеме күш қуат беріп қойған Алла ғой дейді. Сол кезде пайғамбар алейхиссалам айтады: "Сен соны түсінгенің Аллаға шүкірлігің сол" деді. Бауырлар, біздің сөйлеуіміз, көзіміздің көріп тұруы, құлағымыздың естіп тұруы, аяғымыздың жүріп тұруы бәрі Алла субханала тағала бізге осы нығметтерді берді. Сіз ешқашан ғажаптанбаңыз өзіңізге. Өз-өзіңе ғажаптансам, Құдайдың ұрғаны онда. Шайтан іблистің, сіз несенсіз қалдыңыз. Шайтан лағнет сізді ғажаптандырып, сөйтіп тәкаппарлыққа алып келеді. Сіз сөйтіп өзіңізді жоғалтып, өзіңізді жоғары санай бастайсыз. Басқа адамдар төмен санай бастайсыз. Кімнің жүрегінде шаң тозағында тәкаппар болса, пайғамбар алейхиссалам айтты, ол адам жәннатқа кірмейді деген. Жәннатқа тек қана қарапайым адамдар ғана кіреді. Жүрегі тап-таза, ешкімге жаманшылық ойламайтын, өзіне ойлағанды басқаларға да жақсылықты ойлап тұратын момындар ғана жәннатқа кіреді деді. Одан кейінгі мәселе уария минал уббад,
мынау Алланың сүйген құлдары, құлшылығында болсын, өзінің атқарып жатқан ісінде болсын, риякершіліктен аулақ болады. Алла Тағала олардың жүрегінен риякершілікті алып тастайды. Риякершілік деген не? Риякершілік деген көрсету. Адамдар көрсе екен, менің қандай істеп жатқанымды білсе екен, соны сезінсе екен. Бауырлар, мына кейін кезде телефонға өте сақ болыңыздар, кейде байқаймыз, мынау өзінің кейбір жақсы істеп жатқан амалдарын суретке түсіріп фейсбукқа салып жатады, инстаграмға жариялап жатады, қанша соған лайк жинап жатады біреулер, кейбіреулер соған лайк сұрап жатады, лайк басып қойыңыздар деп қояды. Қалай екен мен есім деген. Бауырлар, осындайдан аулақ болу керек. Егер ғибрат үшін істеліп жатқан болса, онда біреу арқылы өздері шығара береді адамдар, бірақ сондай болса екен деп істетілмейді. Мысалы, камера мен түсіріп тұр сабағымды, мен дәл осы нәрсені істесе екен деп айтқан емеспін. Мен сабағымды түсіріңіздер, сөйтіп соны жариялаңыздар, фейсбукта көрсе екен, білсе екен, адамдар мен таныса екен. Жоқ, ондай болған емес, Алла сақтасын. Болмайды да ондай. Бірақ мынау жұмыс бабында сол дәрістеріміз ресми кітап оқып жатқаннан кейін сонымен басқалармен бөліссек екен, адамдарды басқа адамдарда көрсе екен деп, осы ұжым Нұр Астана мешітіндегі сайт осыны өздері түсіріп жатыр. Мен камерада шаруам жоқ. Түсіріп жатыр ма, түсірмей жатыр ма, түсірмесе де іздемеймін де, оны сұрастырмаймын да, не істеп жатсыңдар деп. Өздері түсіріп жатыр, өздері қойып жатыр. Неге бұл нәрсені? Өйткені риякершілік деген нәрсемен сақтанғым келеді. Маған салса, риякершілік деген біреу үшін көрсету, біреуге мақтану. Алла сақтасын, бұл ақыретте ондай амалдар сағым секілді болып қалады деген. Сағым деген шөл далада шөлдеп келе жатсаңыз, алыстан бір су секілді көрінеді. Су екен ғой деп жақындайсыз, ол сізден алыстай береді. Алла Тағала соны айтқан Құранда. Олардың істеген амалдары дейді, сағым секілді дейді. Ертең ақыретте амал істеген секілді көрінеді, барса ол жоқ ол жерде. Олар біреу көрсе екен, айтса екен үшін, атақ үшін істеген амалдар осылай жойылып кетеді дейді. Алла сақтасын. Деп осындай 10 мәселені ғұламалар Алла Субхана ва Тағала 10 түрлі адамның бойынан алып қояды деп ескертіп шықты. Енді дәріс болғаннан кейін қайталайық, өткендегі демек бірінші не айтты? Кімнің бойынан нені алып тастайды Алла Тағала? Байлардың бойынан сараңдық кетеді деді иншалла. Екінші, кедей адамдардың бойынан тәкаппарлық кетті. Үшінші, не? Білім иелерінен біреуден дәмету, сұрау деген нәрсені алып қояды. Төртінші, қыз баладан ұялып етеді. Бесінші, кімнен? Қария кісілерден дүниеге деген қызығушылық, дүниеге деген сондай ізденісті алып қояды дейді Алла Тағала. Алтыншы, жас буынның бойынан Алла Тағала ауру деген сырқат алып қояды екен, көбірек амал істеп қалу үшін. Жетінші, патшалардан зұлымдық деген алып тастайды дейді Алла Тағала. Сол үшін бауырлар, патшалар жайында тек жақсы сөз сөйлеуіміз керек екен. Міне білдік қой. Ешқашан патшалар зұлымдық ойламайды. Бір мемлекет иктас деген мына зұлымдық қылса екен, көрші ондай ешқашан ойламайды. Міне ғұламалар айтып жатыр. Патшалардың бойынан зұлымдық деген нәрсені Алла Тағала алып қойған дейді. Сегізіншісі, сарбаздың бойынан қорқыныш дегенді алып қояды дейді. Тоғызыншы, тақуа, Алланың сүйген құлдарының бойынан ғажаптану деген нәрсені алып қояды дейді. Соңғысы, Алланың сүйген құлдарының бойынан риякершілікті алып қояды екен. Біреуге көрсету ондай қызық емес. Көріп жатыр ма, көрмей жатыр ма, ол тек қана Раббыны біледі. Аллаға қайтсам ұнаймын мен, Аллаға қай амалыммен жағамын деп тек қана соны ойлап жүреді. Ал қоршаған ортада барынша сақтанады. Білесіздер, мынау жалпы 40 парыздар жария орындалады, бірақ оған қосымша нәпіл құлшылықтар барынша жасырын орындалған абзал. Барынша көрінбестен түнгі намаздар, қосымша нәпіл оразалар, қосымша зекеттен бөлек садақалар, ауру сырқаттарды зиярат ету, жетімдерге қамқорлық болу, бәрі барынша жасырын орындалған абзал. Біреу көрмей қойған абзал. Бірақ біреулер оны көріп қойып, ғибрат ретінде айтып жатқан болса, ол басқа әңгіме.
осы амалдар істемей тұрып, сол үшін ниет туралану керек екен. Әрбір амал ниетке жараса болады. Бұны өткен дәрісімізде өткен болатынбыз. Абу Фадл рахмахуллах айтады, Алла субхана ва тағаланың кітабы 10 түрлі аталады. Біз Құран кәрім деп жүрміз ғой, Құран кітап. Сол Құран кітаптың 10 түрлі атауы бар екен. 10 түрлі аталады дейді. Біріншісі Құран. Құран деп аталады. Екіншісі Фурқан. Фурқан деп сөз естіп қалсаңыз, кітапта келсе, біліңіз ол қандай кітап ол? Фурқан да Құран. Үшіншісі ол китабан. Кітап. Кітап та сол Құран. Төртіншісі ол танзилан, түсірілген деп келеді. Танзилан мин раббил аламин. Раббың тарапынан түсірілген дейді. Түсірілген не ол? Кітап, Құран. Ва худан, тура жолға бастаушы Құран. Ва нуран, нур, аятта келеді. Нур, нұрға жетелеуші Құран. Ва рахматан, рахмат деген есім бар. Ва шифаан, дерт іздеген адамдарға шифа бар Құранда. Шынымен денеңіз ауырса да, жаныңыз ауырса да, Құранда шифа бар. Шифа деп атқан сол Құран адамға шифа болады. Ва рухан, рухан деген есім. Ва зикрон, зикрон деген еске салушы деген. Амал Құран вал фурқан вал китаб ва танзил фа машкурун. Енді Құран, фурқан, кітап түсірілген деген бұл өте мәшһүр адамдардың арасында бірден білінеді. Ал худа мен нур, рахма ва шифа болатын болса, бұл жайында Алла Құран кәрімде: "Я юханнас, қад жааткум мауизат мин раббикум ва шифаун лима фи судур ва худан ва рахматун лил муъминин ва қад жаакум мин Аллахи нурун ва китабун мубин." деген аятта келеді. Жаңа шифа, рахма, нур деген Құранның. Рух болса, фақала ва кадалика аухайна илайка рухам мин амрина. Рух дегенде Алла Тағала айтып жатыр, саған осы рухты уахи еттік және амарна, саған соны әмір еттік, сен соны жеткізесің басқаларға. Осы жерде рух деп нені айтты Алла Тағала? Құранда айтты. Амма зикр болса, фақала ва анзална илайка зикру литубайна линнас. Зикр деген саған сол түсірдік, зикрді адамдарға оны түсіндіріп жеткізуің үшін деп осындай дәлелдерін келтірді. Демек Құранның осындай атаулықтары бар екен, 10 түрлі. Біріншісі Құран, Фурқан, китабын, танзил, нур, худан, шифа, рахма, рух, зикр. Осы 10 түрлі сөздерді естіп қалсаңыздар, аяттар оқылған кезде біліңіздер, Құран туралы айтып жатыр. Құранның осындай есімдері бар дейді. Лұқман Хакимді білесіздер. Бұл Лұқман Хаким баласына өсиет еткен жайында мәшһүр. Құранда оның аяттары өткен болатынбыз. Осы Лұқман Хаким баласына осындай 10 түрлі өсиет айтқан екен баласына. Я bunay innal hikmata an ta'mala ashrata ashiya. Ей балақай, мынау даналық деген мәселе дейді. Даналық деген мәселе адамды 10 түрлі жақсылыққа жетелейді. 10 түрлі мәселеге жетелейді. Даналық деген осы мәселеде өте сен сақ болды, баласына өсиет айтты. Кім? Лұқман Хаким. Ахадуха тухил қалбал майта ва тажис мискин. Хикмет деген, даналық деген нәрсе өліп қалған жүректі тірілтеді деді. Өліп қалған жүректі тірілтеді. Даналық деген. Одан кейін ва тажису мискин. Даналық деген міскіндермен бірге сені тамақтандырады. Бір столда отыра аласың. Сенде хикма бар, даналық бар. Оны төмендетпейсің. Өйткені ол адамға жаның ашып тұр, біліп тұрсың кім екенін. Ал хикма болмаса ол жерге отыра алмайсың сен. Бірақ Лұқман Хаким баласына айтып жатыр, сен бойында хикма болса, онда сен бойында сені сол хикма отырғызады дейді сол жерге. Ва таттақи мажалисил мулук. Және сол даналық деген патшалардың орнына отырғызбайды, сен қорқытады дейді. Таққа отырма, не істейсің ол жерде деп сен алыстатады. Өз отыратын адамдар бар ол жерге. Яғни таққа сені қызықтырмайды.
сол жерге сен бармайсың ба, жетпейсің ба, басшы болмайсың ба деген нәрсемен аулақ жасайды сені. Даналық деген нәрсе. Ва тушаррифул вадиа. Хикма деген нәрсе, жаңа даналық деген қарапайым адамды құрметті қылдырады сенің алдында. Қарапайым шығар, бірақ сен оның бойындағы қасиетін көріп тұрасың. Ол жай адам емес, өте ақылды адам, тақуалығы бар, Құдайдан қорқады. Сол қарапайым болса да тушрифил вадиа. Даналық деген бойыңдағы қасиет сол адамды сені құрмет қылуға алып барады дейді. Сен оны құрмет жасайсың оған бар. Ва тухаррирул абид, және құлды азат етеді дейді. Енді қазір Аллаға шүкір, құл деген заман біздің жалпы қазір өмірде жоқ, Аллаға шүкір. Бірақ әуелде ондай болған, құл замандар болған. Сол кезде Лұқман Хаким айтқан екен, демек кімнің бойында даналық болса, ол құл азат етеді. Құл деген өте қымбат тұрады. Бір адамның құны 100 тиын тұрады маған. Соны апарып, адамдар ақшасын салып, біреуді азат ету өте үлкен сауап. Онда сол бойында хикма, даналық бар адамдар ғана істей алады дейді. Ва туил ғариба, және бейтаныс болған адамға көмектестіреді сені. Елдің бәрі мына кім деп айналып өтіп жатса, сен барып сәлем беріп, аға қош келдіңіз, сырттан келген секілдісіз қой, мына жерде білмей жатқан секілдісіз қой деп танысып көмектескісі келіп тұрады. Оны сол көмектестіріп жатқан не нәрсе ол дейді? Хикма дейді. Даналық. Ол ақылды жігіт, тақуа, бәрі соның хикма ішінде тұрады. Ва туғнил фақир. Хикма, даналық деген нәрсе кедей адамның өзін байқып қояды. Жүрегі тып-тыныш, альхамдулилля, жүрегінде иманым бар, 5 уақыт намазым бар. Әйтеуір біреуден ілгері, біреуден кейін өтіп жатырмын ғой деп, кәдімгі байлар секілді жүреді. Қарны тойып тамақ жемесе де, бірақ рухани бай. Оны рухани бағып тұрған не ол? Даналық дейді, хикма. Ва тазиду ли ахли шараф шарафан. Және мынау құрметті адамдарды, сол құрметке лайық болған адамдарды құрметтеу жағы да осы хикма болған адамдарда өте жоғары деңгейде болады. Кімді қалай сыйлау керек екенін біледі, әркім өзінің дәрежесіне қарап біледі. Бұл да кімнің бойында даналық болса ғана соны істей алады екен. Ал даналық болмаған адамдар оны істей алмайды. Мынау Машғұр Жүсіп ағамыз 20 жасында Абай атамыздың алдына барған екен. Сөзі Абай атамыз айтқан екен, Алла қайда, шайтан қайда. Сөзі Машғұр Жүсіп ағамыз жас қой. Абай атамыз айтқан екен, Алла мен жүрегімде, шайтан сіздің тіліңізде деп айтқан. Сөзі Абай атамыз соны қатты құрмет етіп, жас бала болса да қатты қызмет жасатқан екен. Өйткені оның баланың бойындағы білімді мен көріп тұрмын деген. Оның жасына қарама дейді. Сөйтіп қазақта айтады, не? 7 жастағы бала келсе де 70-тегі ақсақал сәлем береді дейді. Неге? Өйткені ол 7 жастағы бала болғанымен ол білімді болуы мүмкін, қари болуы мүмкін, соны хикмасы бар адамдар ғана оны көре алады дейді. Қалған адамдар көре алмауы мүмкін оны. Бұлай тұр деп жассың ғой деп нету мүмкін, бірақ бойында даналығы бар адамдар ғана осындай қасиеттерді көре алады дейді. Вали сайди судадар вахир афдал минал мал, және даналық болған адам басшы болады дейді. Басшы. Демек, бауырлар, басшы болды жай нәрсе емес екен. Бұл да Алланың берген сыйы, нығметі, әрі ол сынақ, соған жауапкершілік. Жай адам басшы болмайды екен. Демек, дана адам басшы болады. Дана. Басқа адамдар бір-ақ нәрсені ойлап тұрса, ол басшылар 10 нәрсені ойлап тұрады. Мына жағынан қарай алады, мына жағынан қарай алады. Лұқман Хаким баласына айтып жатыр, демек бойыңда сенде даналық болса, сен басшы боласың дейді. Басшысың ба, демек сенің бойыңда бір сондай хикма деген даналық болады дейді. Ва хирзу минал хауф ва уддату минал харб. Және даналық болған адамның бойында қорқыныш, үрей деген нәрсе болмайды екен. Ол тек қана Алладан қорқады. Біреулер қазір кризистен қорқып жатқандар бар. Не болады, тағы доллар көтерейін деп жатқандар бар қазір. Естіп жатырық. Не бір сөздер бар. Момын адам, хикмәті бар, жүрегінде иманы бар адам одан қорқпайды. Доллардан жоқ болып кетпейді. Нау аспан ойылып түспейді. Иман келтірдік тағдырға. Қанша өмір сүретінімізді,
қанша осы Алланың жер бетінде жерді басып жүретін бәріне иман келтірдік. Иман келтіргеннен кейін тағдырға ондай үреге салынып керек емес. Болатын нәрсе болады, болмайтын нәрсе мың жер айтса да болмайды. Сол үшін біз Алла Тағалаға тәуекел қылып өмір сүргеннен кейін адал кәсіппен айналысып, Аллаға тәуекел жасап кете беру керек. Бос сөзге еріп, ондай болады екен, бұндай екен деп үрей болатын болса, ол адам бойында хикмат жоқ адам. Дана, ақылды адам ешқашан ондай сыңсу сөзге ермейді ешқашан. Шаруаны істей беру керек, Аллаға тәуекел. Қазақта жақсы сөз бар, бұдан да жаман күнде тойға барғанбыз дейді. Алхамдулилля, Алла бергеннен таңбасын деп, момын адам Аллаға тәуекел жасап кете береді. وعدة من الحرب وبداعة حين يربح وهي شفيعة حين يعتريه الحول وهي دليل حين ينتهي به اليقين إلى النفس. Және сонымен бірге яқин, сенім, Аллаға деген сенім, Аллаға деген тәуекел, хикма бойған адамның бойында өте үлкен деңгейде болады екен. Тек қана ол тәуекел Аллаға жасайды. Үйден шыққан кезде бисмиллахир-рахманир-рахим деп шығыңыздар, таңертең жұмысқа шыққанда Аллаға тәуекел жасап шығайық үйден. Алла бүгінгі күнді хайырлы, мен саған ғана тәуекел етемін, саған ғана жалбарынамын. Сен маған көмектес. Бүгінгі жұмысыма жеңілдік бер маған. Егер бәрі ойдағыдай болса, я Алла, саған кешке бір иншалла шүкір намаз оқимын деп нәзір атап қойғанда болады. Шариғатта нәзір намаз бар. Бір қиыншылықта жүрген болсаңыз, я Алла, осы қиыншылықтан құтылсам, сен үшін деп 3 күн ораза ұстаймын. Немесе түнде қиям ләйлде тұрамын сен үшін. Маған осыған көмектесші деп нәзір атауға болады шариғатта, Алла Тағала сізге көмектеседі. Бірақ оны сол тығырықтан шығып кеткен екен, естен шығып кетпесін, шығып алғаннан кейін түк болмағандай қолымыз қалтаға салып алып жіберуге болмайды. Жоқ, нәзір атағаннан кейін оны орындау керек. Вахия сутратун хина ла ястуруху сауб, және адамның бойындағы киім секілді бұл нәпсінді тәрбиелеу деген нәрсе осы хикмасы бар адамдарда өте жоғары болады екен. Бәріміздің нәпсіміз бар. Сол нәпсіні тәрбиелеу жеңіл болады екен, кімнің бойында даналық болса. Даналық болады кімде, егер білімді болсақ иншалла. Деп осындай мәселелерді ғұламалар тізіп жеткізіп берді. Одан кейінгі мәселе янбағи лил ақил, енді кейбір ғұламалар айтады, мына ол мәселеге байланысты мәселе кейінгі. Әр қайсымызға міндет болып есептенеді, изе тәуба, біздер тәуба жасап жүрміз керек. Тәубасына келген адамға мынандай 10 түрлі мәселені орындау енді өзіме міндет деп есептеміз керек екен. Бауырлар, тәубаға келу бұл әрбір момын мұсылманға берілген міндетіміз. Құран кәрімде Алла айтады: "Ей момындар, тәуба қылыңдар бәрің" дейді. "Тубу илаллахи жамиан" дейді. Бірін қалмастан тәубаларға келіп жүріңдер дейді. Тәубаға келіміз керек. Әрбір сәтте тәубаны естен шығармау керек. Соны ұстаздарымыз байда сұрайтын: "Естеріңе алдыр, ең соңғы мәрте қашан тәубаға келген есіңде ме?" деп. Сөз ойланып отырасың. Ішімнен қашан тәуба айтқам мен? Біздер ойлаймыз, тек қана бір қылмыс жасайсың, кейін ғана тәуба істеймін мен. Жоқ, ондай емес. Тәубаны әрбір сәтте істеп жүру керек екен. Алладан кешірім сұрап, пайғамбар алейхиссалам күніне 100 мәрте истиғфар айтамын деген. Сол тәуба қылуға жасалынғаннан кейін мынандай 10 мәселені ұмытпау керек дейді. Біріншісі истиғфар бил лисан, тілмен истиғфар көп айтып жүру керек екен тәубаға келгеннен кейін. Ва надам бил қалб, жүрекпен өкіну, сол қателесіп қалған мәселені сондай болғанда жүрекпен өкіну. Қуанбаңыз оған. Осындай істеп қалған жақсы болған екен ғой сөз деп қуанбаңыз. Өкіну керек жүрекпен. Ва иқлаға бил бадан, сол сәттен бастап денеңізбен де іс-әрекетпен мен екінші істемеймін деп шешім қабылдау. Вала азму ала ан ла яуда абадан, ешқашан сол іске екінші мәрте қайтпаймын деп Аллаға уәде беру. Алла, мен тірі жүреді екен, иншалла деп айтайын, саған уәде беремін. Екінші мәрте осы істі қайталамаймын мен деп. Бауырлар, біздің шариғатымызда күнә істеп қойса, ол айып емес, пендеміз ғой. Шариғатымызда күнә есептелінеді әдейі қайталай берген адамға. Қателесіп қалған жерде пайғамбар айтқанда кешірім бар. Бірақ біліп тұрып қайталай беру бір нәрсені, оның жауапкершілігі өте ауыр болады. Сол үшін Аллаға уәде беріп, екінші мәрте сол қылмысты жасамаймын деп шешім қабылдау керек. Ва хуббул ахира, одан кейін тәуба қылып жүрген адам
ақыретті жақсы көре бастау керек екен. Көбірек ақыретті жақсы көріңіз, көбірек ақырет жайында білім ізденіңіз. Келесі өмірім қалай болады? Жарайды, мына өмірді реттеп алдым, үйім бар, жайым бар, әйел бала шағам бар. Келесі өмірім қалай болады? Келесі өмірде дәл осындай жағдай бола ма менде? Немесе керісінше мен басқаша әлемде боламын ба? Бүгін жұмада уақытқа байланысты біздер біте алмай қалдық. Сол аяттың жалғасында жәннат иелері мен тозақ иелері сөйлеседі ғой бір-бірімен. Жәннат иелері тозақ иелерін айтты ғой. Алла Тағала бізге уәде еткен күнге жеттік, Құдайға шүкір. Алла бізге уәде етті, сабыр етіңдер. Алла Тағала сабыр қылушылармен бірге. Ешқашан Алладан үміттеріңізді үзбеңдер. Алланың бұйырған орындай берді дегенде біз амал жасадық. Бізге уәде еткен күнге жеттік, Құдайға шүкір деді. Біз жәннатқа кірдік Алла рахматымен деді. Сендерге де уәде етілгенге сендер де жеттіңдер ме дегенде олар не деп айтты? Иә, жеттік деді. Өкінішпен айтты. Олар сол күнге сенбеген еді. Сол аяттың соңғы жақтарында мынау тозақ иелері жәннаттықтардан бір құлқын су сұрайды дейді. Сендер де бізге сұрақ қойдыңдар ғой, енді біз де бір нәрсе сұрайық сендерден. Не десе, бір құлтым су берсіңдерші бізге деп су сұрайды дейді. Құдайдың қара суы дейміз ғой, қонақ деген кезде қара сумен шарпсамайсыз ғой. Бірақ сол тозақ иелері сол бір құлтым су олар үшін ең үлкен дәреже есептелінеді. Сол кезде жәннат иелері айтады екен, беретін ғой біздің қолымызда болса. Бірақ ол сендерге харам ғой, бере алмаймыз деп айтады дейді. Сол кезде оларға шөлдедіңдер ме деп періштелер дейді. Періштелер. Оларға сондай ыдыстармен Құдай сақтасын заққумның суларын алып келеді дейді. Олар қатты шөлдеген, су келді ғой деп, сол ыдыспен жақындаған кезде ішу былай тұрсын, жақындаған кезде беттері күйіп түсіп қалады дейді ыстығынан. Бірақ періштелер соны ішкізеді соған. Оны ішкен кезде бүткіл несін ішінен тесіп бірақ шығатын сондай Құдай сақтасын енді. Бірақ онымен ешкім ерді өле алмайды, ешкім жоқ болып кете алмайды дейді. Бауырлар, демек ақыретті жақсы көру тәуба қылған адамға көбірек керек екен. Келесі өмірді көбірек ойлау керек. Ақыретті еске салатын ол қай жер? Ол қабір, бейіт. Пайғамбарымыз айтқандай, сіздер бейітке баруды әдетке айналдырыңыздар. Ақыретті еске салады деді. Умраға барыңыз, қажылыққа барыңыз, ақырет есіңізде салады. Қажылықта жүрген кезде адам бәрі бірдей киініп алған, ол жерде байы да бар, кедейі де бар, патша да бар, қосшы да бар, бәрі бар. Бәрі шаштарын алдырып тастаған, бәрі аппақ киініп алған, кімнің кім екенін танымайсың. Ақырет есіңізде салады. Ва бұғды дүния, және тәуба қылып жүрген адам мына дүниеге деген жақсы махаббатын әлсіретсін дейді. Тәубаға келген адам дүниеге деген махаббат әлсіреу керек. Ол деген сөз, бауырлар, дұрыс түсінейік, жұмыс істеме деп жатқан жоқ, жатып ұйықта деп жатқан жоқ. Жұмыс істеу керек, адал кәсіпті өндіру керек, дамыту керек. Бірақ сол істеп жатқан өндірісіміз, табысымыз жүрекке кіріп кетпеу керек. Қолымызда тұрсын. Қолда тұрған нәрсені біреумен бөлісуде жеңіл болады. Ал жүрекке кіріп кетсе, ол шығуы қиын болады. Ва қиллатул калам, және тәуба қылған адамға міндет болады сөзді азайтсын дейді. Сөз. Істі көбейтейік. Сөз көп сөйлеу, пайғамбар айтқандай, көп сөйлеген адам көп қателеседі дейді. Көп қателескен адам көп күнә істеп қояды. Көп күнә істеген адам тозаққа барады дейді. Сол үшін сөйлеу керек, ақиқат жерде айтыңыз, ақиқатты айтыңыз, Құран оқыңыз, хадис айтыңыз, жақсы сөз айтыңыз. Бірақ дүниеге байланысты бос сөздерді азайту керек. Өйткені сіз тәуба қылып жатсыз. Тәуба қылып жүрген адамға барынша сөйлемей, орынды, тілді жақсы жаққа пайдалану керек екен. Одан кейінгі уақиллатул акл ва шурб. Тамақ ішіп жеуді, сусын ішуді азайту керек екен. Тәуба қылып жүрген адамға тағам арқылы бауырлар бойымызда не? Нәпсіміз әлсіреу керек. Оразаның көптеген сырлары бар, сол бір сыры бойымыздағы нәпсіміз әлсіреп тастайды. Ораза ұстап алып, ешкім көшеге шығып біреумен ерегісіп төбелеспейді, біреумен салғыласпайды. Ораза ұстаған адам әйелмен ұрыса алмайды, өзімен өзі болып жүреді. Денесі әлсіреп қалған, не болады? Уақытқа қайта-қайта қарап, кеш болса аузыңды ашады. Хадис бар, сіздер ораза арқылы шайтанның жүретін жолдарын кішкене сезіңіздер дейді пайғамбар.
Ораза ұстамақ адамның бойында тамақ су арқылы шайтан кезіп жүреді екен, қатты айналып. Ал ораза ұстаған кезде тамырлардың бәрі жиналады ғой, әлсірейді, шайтан әбілістер жүре алмай қалады екен. Сондай мағынада Пайғамбар айтады, ораза арқылы шайтанның жолын кішірейтіндер дейді. Хатта етафаррағу лил илм вал ибада. Тіпті сол тамақ сусынды азайту арқылы білімге құлшылық жасауға мүмкіндік жаратасыз дейді. Демек, тамақ ішпесең, су ішпесең, ораза аузың, не істейсің енді? Білім аласыз, құлшылық айтасыз, құлшылық жасайсыз, көп Құран оқисыз, иә? Сол арқылы мына білім иелері айтады, Алла субхана ва тағала Аллаға құлшылық қылатын уақытқа берекет беріп қойған дейді. 1 сағат Құран оқып отыра алмайсыз. Арбасы жарты сағат отырасыз. Жарты сағаттан кейін 1-2 сағат отырғандай сезінесің. Жан-жағыңа қарап, сағатқа қарап, қанша уақыт отырдым деген сияқты. Ал 1 сағат дүниеге байланысты сіз ол тез өтіп кетеді. Бір киноның өзі 2 сағат көресіз. Соның өзі бір 20 минут көрген секілді сезінесің дейді. Тез өтіп кеткен секілді болады, дүниеге байланысты. Ал Алланы ақыретті сауап мәселесінде Алла берекет беріп қойған дейді. 10 минут кітап оқи алып отыра алмайсыз. Білім ізденіп, фиқ мәселесін қарап, қандай екен деп қарап отырсаңыз, 10 минут, 15 минут ұзақ уақыт секілді болады. Сол 10 минут Алла берекет беріп қойған, көп нәрсе қарап тастайсың. Тәпсір қарайсың, хадистің шарттарын қарайсың, ана ғұламалар не айтқан бәрін іздеп қарап шығып, уақыт қарасаң, енді мен 10 минут уақыт болады. Ал дүниеге байланысты 10 минут сізге жетпейді ол. Ана жерге шығып, машинаны қыздырғанша 10 минут өтіп кетеді. Сол үшін ғұлама айтады, Алла Тағаланың бұл да бізге бір үлкен нығметі, Аллаға деген құлшылықта, Алланы еске алу мәселелерінде Алла берекет беріп қойған дейді уақытта. Бұл да біздің пайдамызға шешілген. Көбірек амал істеп қалуға. Уақилат нау, ұйқыны азайту керек. Таубаға келіп жүрген адам ұйқысын азайтсын. Бауырлар, алдымызда үлкен ұйқылар күтіп тұр. Қабірде ұйықтаймыз, иншалла, ақыретте ұйықтаймыз. Ұйқының бәрі алдымызда. Бұл өмірде ұйқыны азайту керек екен. Білім иелері айтады, кім көп ұйықтайтын болса, ақыретте ең кедей сол болады дейді. Ақыретте пақыр міскін, кім деп айтсаңыз, ұйқы бастар дейді. Кім көп ұйықтайтын болса, не болады? Ақыретте міскін, кедей болады дейді. Сахабалардың көздерінің алдында көп жылағандықтан іздері болады екен мынандай. Омар ибн Хаттабта да болған, Пайғамбар алейхиссаламда да болған, Абу Бәкірде болған, сахабалардың бәрін риуаяттарда келеді, көздерінің алдында із болған. Көп жылағандықтан. Бірақ қазір біздің күнімізде дейді, мынандай емес, бізде мынандай іздер дейді. Ұйықтағанның нелерді, ұйқының сызықтары. Көз жұмағанда сызылып тұрады ғой. Сахабалардың уақытында керісінше сызықтары былай тұратын еді дейді. Көп жылағандықтан, көп Алланы еске алып сағынғандықтан. Бауырлар, демек, тәубамызға келіп жүрейік, соның бір сыры ұйқыны азайту керек екен. Қал Аллаху Тағала, «Кәну қалила минал лейл ма яхжауна ва бил асхари хум ястағфирун». Бұл жайында Алла Субхану Құран кәрімде аят алып келді. Алла Тағала айтады, сол құлдары, Алла Тағаланың сүйікті құлдары, «Кәну қалила минал лейл ма яхжаун». Олар түнде аз ғана ұйықтайтын етті, түнде. Сөйтіп қиямлайлы қылып тұратын еді дейді. Түнде Аллаға құлшылық жасайтын құлдар Алланың дейді. Уабил асхари хум ястағфирун. Сөйтіп сухур, таң намазының алдын тұрып, олар Аллаға истиғфар айтады дейді Құран кәрімде. Барлық осы сипатта болуға тырысайық. Кейде мынандай мәселе сұрақтар қойып жатады. Таң намазда тұра алмай қаламын, не істеймін, тұра алмай қаламын. Алла Тағала не деп жатыр? Таң намаздың алдын тұратын құлдарын айтып жатыр. Сондай құлдар бар екен арамызда, субханалла. Будильник былай тұрсын, таң намаздан алдын тұрып алып истиғфар айтады дейді Алла Тағалаға. Я Алла, мені кешір, менің әке-шешемді кешір, отбасыма берекет бер деп Алла Тағалаға таң намазды истиғфар айтып күтіп алатындар дейді. Түнде қиям ләйлде тұрған олар, тахаджуд оқыған, жатып ұйықтаған. Одан кейін және тұрды, қашан тұрды дейді? Сухурдың уақытында тұрды дейді. Сухур деген таң намазының алдындағы уақыт. Әлі таң намазы кірген жоқ. Сол сухурдың уақытында тұрып Аллаға истиғфар айтатын құлдары дейді Алланың дейді. Деп осындай 10 мәселені біздерге келтірді. Бүгін бітем ба деген едік, біте алмай қалдық. Қалған келесі жалғастырамыз иншалла.